Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мясо по-тайски тағамын жасаймыз. Керек заттарымызды түгелдеп аламыз. Етті осылай жіңішке және ұзынша етіп турап аламыз. Пиязды да ірі және төртбұрышты етіп турап аламыз. Және араларын ашып шығамыз. Бұрышты да алып, төртбұрышты етіп турап шығамыз. Қиярды осылай кесіп аламыз. Сарымсақты да осындай майда етіп турап шығамыз. Ал енді тамақты пісіріп бастаймыз. Қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Суы тартылғанша 5-6 минуттай тұрады. Міне суы тартылған. Енді үстіне пиязды салып, сарғайғанша қуырамыз. Және бетін жауып 2-3 минутқа қойып қоямыз. Міне пияз қуырылды. Енді үстіне лавр жапырағын саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Мен суды ертерек құйып қойдым. Үстіне тағы су құйып, жарты сағатқа баяу отта қоямыз. Енді оның үстіне бұрышты саламыз. Және қиярды саламыз. Және сарымсағымызды салып аламыз. Үстіне соя тұздығын құйып, бір араластырып, бетін жауып қоямыз. Баяу отта 10-15 минуттай тұрады. Ал енді күрішті дайындаймыз. Қызып тұрған майға жуылған күрішті салып, осылай 2-3 минуттай қуырып тұрамыз. Үстіне суымызды құямыз және тұзды саламыз. Судың деңгейі күріштің бетімен бірдей болу керек. Бетін жауып, қатты отта бір қайнатып аламыз. Міне суы тартылған соң, күріштерді осылай палау жасағандағыдай ортаға жинап, араларын тесіп, бетін жауып қоямыз. Баяу отта 10-15 минуттай осылай бұқтырып қоямыз. Міне күріш дайын. Енді тәрелкеге салып, тұздығымызды саламыз және қалауымызша әсемдейміз. Және осылай үстіне күнжіт сеуіп шығамын. Міне тағамымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.